Қараңыз, намазда тұрсыз, дәретіңіз бұзылды. Не істейсіз? Осы жерде бізде қараңыз, қандай қателіктер болады. Біріншісі, бізде көп адамдардың айтатыны. Намазда тұрасың, дәретің бұзылса, сәлем беріп шығасың дейді. Сәлем беру жүктер, уәжіп. Уәжіп дәретсіз орындалмайды. Бұл дұрыс емес. Сәлем бермейсіз. Екіншісі, біздегі айтатын варианттар. Соңына шын ұрасың дейді. Ол да дұрыс емес. Исламда қағида бар. Кімде-кім дәреті жоқ екенін біліп тұр. Әдейі сәжде қылатын болса, діннен шығып кетеді. Күпірлікке түсіп қалады ол. Енді бізде қараңыз, білімсіздік. Кейбір кісілер айтады, намазда тұрмыз, дәретіміз бұзылып қалды дейді. Шығып кетуге ұялғанымыздан тұрып бұра бергендер қарай, оқи берген. Міне, ұялшақтық қажет емес кезінде адамды қандай жерге апарады да? Оқи алмайсыз. Қазір дәретіңіз бұзылды ма? Ары қарай болды. 5 секунд, 10 секунд тұрайын деген нәрсе жоқ. Сізде намазбен ешқандай байланыс жоқ, дәреті жоқ адамда. Бұрыласта шығып кетесіз. Үшіншісі, біреулер айтады, отырып қаласың дейді. Отырып қалу да жоқ. Неге? Мен мысалы тұрмын намаздан, жанымдағы отырып қалса, менің ойымды бұзады. Неге отырды бұл? Не болады? Оны түртуім де мүмкін да тағы. Жоқ, үшеуі де дұрыс емес. Қараңыз енді. Қатар тұр. Дәретіңіз бұзылды ма? Bir қатарсыз. Мұрныңызды ұстайсыз. Өйткені жаныңыздағылар мұрны қанапты деген бір-ақ ой болу керек та. Не қылды екен деп тұрмайды да. Мұрныңызды ұстайсыз да, артқа решіп кетесіз болды. Ал егер сіз бірінші қатарда тұрсыз, екінші қатарда адамдар бар болса ше, онда мұрныңызды ұстайсыз да, өзіңізді қатарыңызды алдымен шығып кетесіз. Бұлай көкпардың айғыры ұқсап бұлай тікесінен жарып соғып болмайды. Шетпен, қай шет жақындау, сол жаққа барса шетмен шығып кетесіз. Жамағаттың алдын кеспейсіз. Кесілген болып саналмайды. Өйткені имаммен саналады. Имамның алдын кесуге болмайды. Бірақ бүйтіп шығып кетуге болмайды тағы. Өйткені біз бәрін бақылап тұрамыз ғой біз намазда. Жанындағылар ойланады да, неге кетті мынау деп ше. Мұрныңызды ұстап шығасыз ғой. Адамдарды бір-ақ ой. Мұрны қанапты ғой дейді болды. Мынау адамдар азғыр болмайды да сонда. Бірақ ағайындар, білейік, намазда тұрып, дәретіңіз бұзылды ма? Болмайды тұруға. Екіншісі, сәлем беру де болмайды. Орындалмайды, ол нәрсе жоқ. Үшіншісі, дәкарса ұру деген жоқ. Төртіншісі, отырып қалу деген жоқ. Шығарса кетесіз.